Сіз 51-ші аймаққа біреу кіріп кеткенін естідіңіз бе? Иә, дәл сол Америкадағы ең құпия әскери база. Онда не барын ешкім нақты білмейді. Бірақ бір блогер бәрін тәуекелге тігіп, тыйым салынған аумаққа жасырын кіріп кеткен. Жігіттің аты айтылмайды. Себебі ол осы күнге дейін жасырынып жүр. Ол 2017 жылы Невада штатындағы шөл даладан дронмен ұшып, күзетшілер назарын басқа жаққа бұрып тұрып, өзі жаяу база аумағына енген. Алғашқы 5 минут ештеңе жоқ. Шөл, бірақ кейін құм астында жартылай көміліп тұрған металл люкті көреді. Соны ашып қараса, ішке түсетін баспалда. Телефонның камерасын қосып түсіріп жүріп, шамамен 10 метрге төмен түскен. Төменгі қабатта ескі дәліз, сарғайған шамдар және адам миына ұқсаған бір аппараттың макетін көреді. Дәл сол сәтте кенет жарық өшіп, әлде бір ауыр дыбыс естіледі. Жігіт сол сәтте бәрін тастап жоғарыға қарай жүгіреді. Бірақ далаға шыққан кезде дрон жоқ, көлік жоқ. Құдды ештеңе болмағандай. Ол содан бері видеоны бірнеше бөлікке бөліп жүктеген. Бірақ бір видео кенет жойылып кеткен. Кейін сол аймақтағы спутник суреттерінен әлгі люк мүлде көрінбей қалды. Бұл не? Алаяқ тұппа. Әлде ол шынымен бір нәрсені ашып қойған ба? Пікір қалдырып, ойынды жаз. Тіркеліп келесі құпия видеоларды өткізіп алма.